Так, 10 километр сағат. Шулда болды мені тізілік. Мен бет яңа рекорд қоям деп 3 ой шығыланам. Көпме генә тырышсам да алай жеті секіре алмайм. Хәзер инде гепардның тізілігіне кірнәшәсі қола инде. Гепард барлық қыры жер емізушілерінің ең жетізі. Ул 3 секунд ішінде тізілігін 110 км сағатқа қадар арттырырға мүмкін. Табышларын аулаған вақыттан bu жәнліклер тезліклерін 130 км сағатқа арттыра алалар. Әлі алайғына түгел, bu жәнлік бик ұста секірі. 6-8 метр оның үшін бір нәрсе түгел. Олар аны 1 секунд ішінде секіре алалар. Гепард Африка дәулетінде яши. Шулай ук оларны якын көнчагышта очратырга мөмкин. Йырткычларның массасы 40-65 кг тәшкил итә, ә гәүдә озынлыгы 115-140 см. Әлеге жәнлек суны бик сирәк эчә, атнага 1-2 тапкыр гына. Ә мин суны эчмичә диеләр генә тора дип уйлыйдым. Суны эчмичә ничек яшәп буласың? Гепардлар түрлі қызықлы авазлар шығарыға сәләтлі. Алар қыш сайрауын хатırlата. Қызық, бәлки сіз солай жырлайсыздар. Бұл жәнлік нәрсе шыға яратқанын сіздерге керекме деп ойлайм. Гепард йыртқыш жәнлік. Итсіз яшай алмай ол. Біләсің, сізге нәрсе ап келдім. Алма, бәлки сіз аны ашасыздар. Ашарға бик яратсалар да, ризықсыз 5-6 күн тұра алалар. Құтышқыш, бұл халіні бұл аяғына қалдырыға ярамай. Нәрсе ашатым енді сізге? Менің бітемі суым бар. Бәлки сіз су ішірсіз? Мен гепардны ашатқан арада сіздің білен саулашан, ләкин ұзаққа түгел, келесі шырашыларға қадар. Сау болыңыз! Тағын нәрсе беремін де сізге, бәлки шоколад ап келермін.